қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен үйде онша ұнатпайтын, желінбей қалатын тосаптан керемет пирогтың үлгісін көрсетемін. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызға қант саламыз және бір жұмыртқа салып араластыруымыз керек. Кішкене басы бірігіп, осылай араласқаннан кейін қойып қоямыз. Бұл уақытта ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырамыз. Содан кейін табағымызға ұнның жартысын салып араластырамыз. Ұнның барлығын бірден салып жіберсеңіздер, қамырыңыз бірден қатты болып қалуы мүмкін, сондықтан жартылай қосып алдық. Енді қалған жартысын қосып жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан соң 10 минут көлемінде тоңазытқышқа салып қоюымыз керек. Бұл аралықта біз пирогтың салмасын дайындаймыз, яғни тосабымызды ыдысқа саламыз, бір ас қасық крахмалымызды қосамыз. Бұл тосаптың өзінің формасын жоғалтпас үшін, біркелкі болып өзін ұстап тұру үшін қолданылады. Қасықпен жақсылап араластырып алғаннан соң блендермен езіп аламыз. Мендегі өріктер үлкен болғандықтан мен жақсылап тосапты езіп алдым. Біздің салмамыз дәл осындай болып шығуы керек. Содан кейін қамырымызды тоңазытқыштан алып, кішкентай бөлігін бөлек алып қоюымыз керек. Ал қалған үлкен бөлігін формамызға жайғастырамыз. Біздегі форма, яғни мендегі форма 24 сантиметрлік диаметрде. Қамырды жақсылап орналастырып алғаннан кейін, осылай шет жақтарын тегіс етіп әдемілеп болғаннан кейін салмамызды құйып алуымыз керек. Жақсылап бетін тегістеп әдемілеп қойыңыз. Ендігі кезекте пирогымыздың бетін әсемдеу үшін жаңағы қалған кішкентай қамырымызды жайып аламыз. Егер қамырыңыз кішкене жабысып жатса, онда ұн себуге болады. Осылай ұзын-ұзын жай етіп кесіп алуымыз керек. Бұл қамырлар біздің пирогымыздың беткі жағына қойылады, өте әдемі болып көрінеді. Міне дәл осылай араларын ашып қойып аласыздар. Керек емес шеткі жақтарын алып тастау керек. Міне біз барлығын қойып әдемілеп алдық. Енді 180 градус температурада 30 минут көлемінде, 30-35 минут көлемінде пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, әдемі болып қызарып пісіп шыққан. Үйде балаларыңыз жемей, ұнатпай жүрген тосап болса, дәл осылай жасап берсеңіздер, бірден жеп тауысады. Егер видео сіздерге пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау аман болыңыздар.